Қайырлы күн оқырмандар. Математика сабағы 2 сынып 65 сабақ. Ең алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сабағымызды бастайық. 65 сабақ бұрыштар және көп бұрыштар туралы өтетін боламыз. Бірінші практикалық жұмыс. Бір парақ қағазды суреттегідей 2 рет бүкте. Осылай бүктеу арқылы тік бұрыштың моделін жасадың. Неше тік бұрыш шықты дейді. Ең алдымен 4-ті 4-ке көбейтеміз, 16. Сонда 16 тік бұрыш шықты. Екінші, беттестіру арқылы тік бұрыштар мен тік емес бұрыштарды салыстыр дейді. Бұл жерде сүйір бұрыш тік бұрыштан кіші болып тұр. Және екінші, доғал бұрыш тік бұрыштан үлкен болып тұр, балалар. Келесі екінші, бұрыштарды салыстыр, не байқадың дейді. Бұл біріншісі тік бұрыш, екіншісі сүйір бұрыш, және үшінші бұл доғал бұрыш екен, балалар. Келесі үшінші суретте көрсетілген бұрыштарды сыз дейді, және бұлар қандай бұрыштар, оларды ата дейді. Бірінші суретте тік бұрыш, екіншісінде сүйір бұрыш, және үшінші тік бұрыш, төртіншісі доғал бұрыш екен, балалар. Төртінші есеп, төбелері, бұрыштары және қабырғалары бар фигураларды ата. Өзің атаған фигуралардың неше төбесі бар, неше бұрышы бар, қабырғасы нешеу дейді. Бұл жерде, балалар, кесінді сызықтардың төбесі, бұрыштары, қабырғалары жоқ. Шеңбердікі де солай. Сондықтан 3 бұрышты аламыз. 3 бұрыштың 3 төбесі, 3 бұрышы және 3 қабырғасы бар екен. Келесі шаршыны алайық. Шаршының 4 төбесі, 4 бұрышы және 4 қабырғасы бар екен. Және сүйір бұрышты алайық. Сүйір бұрыштың 1 төбесі, 1 бұрышы және 2 қабырғасы бар екен. Келесі 5-ші есеп, фигураларды ата. Бұлар көп бұрыштар дейді. Осы көп бұрыштарды қандай топтарға бөлуге болады? Бірінші суретте бізде 3 бұрыш, екінші суретте 4 бұрыш, үшінші суретте 5 бұрыш, өйткені 5 бұрышы бар, иә? Төртінші суретте 6 бұрыш, бесінші суретте тік 4 бұрыш, және алтыншы суретте шаршы берілген екен. Бұлар көп бұрыштарға жатады екен. Бұларды 3 бұрыштар, көп бұрыштар және 4 бұрыштар деп 3 топқа бөлсек болады, балалар. Келесі 6-шы есеп. Есепті шығар. Марат шанамен 45 минут, ал Асыл 37 минут сырғанады. Марат Асылға қарағанда шанамен неше минут ұзақ сырғанады? Есепті шығарайық. Марат 45 минут, Асыл 37 минут және Марат неше минут ұзақ сырғанады дейді. Шешуі 45 азайту 37 тең 8. Сонда жауабы Марат Асылға қарағанда 8 минут ұзағырақ сырғанаған екен.